Қайырлы кеш, эфирде Астарлы ақиқат ток-шоуы. Ескерту жасаймын деп есінен тандырды. Шымкентте мұғалімнің дауыс көтеруінен оқушының жүйкесі сыр беріп, ауруханадан бірақ шыққан. Бұл оқиғаның астарын бүгін бірге ақтарайық. Экранға назар аударыңыздар. Шымкенттегі нөмірі 1-ші мектептегі бұл жағдайдан қазір күллі қала құлағдар. 6-шы сынып оқушысы қазақ тілі пәнінен үй тапсырмасын орындамай келген. Сабақта мұғалім дауыс көтереді. Біраз уақыттан соң бозбала талып құлайды. Әлиханның денсаулығын құртқан, ұстаздың сүйектен өткен сөзі, оқушының жақындары осы ойдан танбай тұр. Приехала в школу, он уже был в медпункте. Мен жеткенде қасында не медбике, не дәрігер жоқ. Оның қолын көтеруге шамасы болмады. Ентігіп тұр. Еріндері көгеріп кеткен. Мен қорқып кеттім. Сосын жедел жәрдемге хабарластым. 20-30 минутта жеткен жедел жәрдем бригадасы баланың жүйке жүйесі сыр бергенін айтып, бізді Асардағы балалар ауруханасына алып кетті. Забрали нас в Асар. Оқытушы мен оқушы арасындағы араздыққа шын мәнінде не себеп болды? Болған жайға қатысты түсініктеме беруден мұғалімнің өзі о баста түбегейлі бас тартқан еді. Мен ештеңе бере алмаймын сіздерге айтып беремін. Кейін мектеп басшылығы мұғалімге қатаң сөгіс жариялайды. Бірақ оқушының ата-анасы жазаның тым жеңіл екенін алға тартуда. Олар Нұрсұлу апайдың мектептен кетуін талап етеді. Бүгін біздің студиямызға мұғалімнің құқын қорғаушы Қыдырбек Ермек мырза келіп отыр. Төрлетіңіз. Шын айтқан кезде біз бүгін студиямызда Нұрсұлу апайдың өзін күткен болатынбыз. Бірақ соңғы күні бүгін деп айтсақ болады, бізге қоңырау шалып өзінің келмейтіндігін айтты. Не болып қалды? Ол кісіде жаңағы мәселеден кейін үрей әлі қалып қойған, ешкімге сенгіміз келмейді. Сондықтан баласы деді, сырқаттым деді, әйтеуір. Бірақ мен түсінгенім қорқыныш бар бұда. Кімнен қорқып отыр? Неден? Алғашқысында күннен бастап бұл кісінің деген өте психологиялық қысым көрсетілген ғой. Кім? Жаңағы Ибрагимова Динараның жолдасы жұбайы. Оқушының ата-анасы? Иә. Шын айтқан кезде бізге бірінші болып хабарласқан оқушының ата-анасы емес, Нұрсұлу апайдың өзі болатын. Бірақ тап студияға келу керек болған кезде өзінің сөзінен айнып сізді жіберіп отыр. Сонда сіз бүгін студиямызға не айту үшін келіп отырсыз? Оқиғаның мән-жайын, қалай болған, қандай ата-аналар жағынан қандай шаралар қолданған ол кісіге. Сосын ол сұрақтық мәселені қалай шешуге болатын, біздің жағымыздан қандай шара қолданғандарын айту керек. Сосын мұғалім деген өзі жеке тұлға болған екен, соның мәртебесін қалай көтеру керек екен. Оқушының ата-анасы, мұғалім, оқушыға дөрекі сөйледі, дауысын көтерді. Сондықтан бала талып қалып ауруханадан бірақ шықты деп отыр. Соны растайсыз ба? Ол ондай рас емес. Мүмкін емес дейсіз? Мүмкін емес. Не мүмкін емес? Бейне камерасына түскен жайлардың бәрін қарап шыққанында бала сабақтан шығып, жаңағы асханаға барып отырып, өзінің қатарлас балдармен әңгімелесіп, ол жерде бір какой-то ахуал бар, баланың мынандай несінде жатып қалды, құлап қалды деген ондайды мен көрген емес. Өз аяғымен скорый помощьқа да жаңағы жедел жәрдем несіне де каретасына да өзінің аяғымен кіріп отыр. Мына суретте көбісі байқаған жоқ. Мына жерде әкесі түсірген сурет дейді. Жаңа баланы, жас өспірім баланы өліктің мүрдесін салатын қапқа жатқызған. Бала аяғында тұрған адамды анау жаңа коляскаға жатқызып, суретке түсіріп, анау деген ана суретті көрген адамдар іштей қозғады ғой бұлай, психологически қозып, мына көрдіңіз, анау қап, ол тек қана айтады, оны біздің, мен бұрында құқық органында істегенімізде, бұл айтады, для трупов дейді, мешки для трупов дейді. Мөр таситын, Мөр таситындар. Я, бұл скорыйда болмау керек, қаяқтан келген. Өліктерді таситын. Бізде заңгер мырза отыр, растайсыз ба сөзін? Шын мәнінде осындай қара қап, бұл өліктерді таситын қара қап ба? Өлік деп айту болған шығар. Енді несі бар ма, жаңағы арнайы коляскалар болады ғой, ондай жоқ болса, мынаны менде тасу енді ешқандай ондай не жоқ қой.
тиым жоқ қой оған. Немен кім тасисын, мынау именно өлік тасисын. Скорый өлік тасымайды ғой. В основном скорый тірі адам тасиды. Баян ханым, сіз енді күнде көріп жүрсіз ғой. Қазіргі жаңағы жедел жәрдемде бұрынғы носилканың орнына осындай приспособлениелер бар сияқты қазір берілген сияқты. Бір-екі рет көргенім бар. Өйткені бұрынғы уақытта кәдімгідей носилка болатындай, қазір ондай көріп жүрген жоқ, арасында осындай нелерге салады. Мына суретті толық көргенде носилкада жатыр ғой бала. Бұл тек өлікке арналған емес, сіз айтып жатқан өлікке арналған, ол басынан аяғына дейін жабылатын нәрсе. Онан кейін оның ұстағыштары бұндай ұзын болмайды. Жоқ, бұл қараңыз. Сондықтан бос сөз деп айтып жатырсыз ғой, Енді бос оған ұқсайды, әрбір жедел жаңағыдай тез жәрдем берушілерде бұндай құрал болу керек. Себебі барлық есікке, барлық жерге андай темірден жасалынған адам жататын затты өткізу қиын. Жоқ, бұл жерде енді нені назарды аударатын бала аяғында жүрген бала ғой. Көп қабатты үй емес. Сонда мұнда қазір сапсау дейсіз ғой, е? Бұл бала сапсау. Жерде есені танып жатқан жоқ қой, е? Бір қабатты емес қой, үш қабатты. Сіздің ойыңызша қазір тап осы суретте есінен танып жатқан жоқ бала дейді. Жоқ, бала танып жатқан жоқ. Сонда қалай? Театр ма бұл? Бұл театр ма? Сондай инсценировка ғой театр. Жоған жаңа мектепте видео, бейне бақылау бар шығар? Бейне бақылауда барлығын көрсетсеңде бала өзінің аяғымен жүр. Сонда мен түсінбей тұрмын. Мына бейнеге қарасақ, біз жедел жәрдем көлігінде көріп тұрмыз. 103 қызметкерлерінде көріп тұрмыз. Сонда қалай болғаны? Әлде көлікпен жеткеннен кейін ауруханаға бала өзіне келіп, одан кейін ауруханаға аяғымен барған ба? Баланы скорыймен бірге өз аяғымен барған, отырған ғой, кеткен мамасымен бірге, анасымен бірге. Бірақ соңына каретаны жаңағы жолдасы полицияда істегеннен кейін екі адамды жібереді жаңағы прием покойға. Бұларға керек тұжырымдармен берсін деп. Кешіңіз, бала сау болса, онда қапқа не үшін жатқызады? Оны мен де түсінбедік қой, бәрі не үшін жатқызғанын оның. Оның барлығы, егер сіз айтып отырсыз, мектепте камера бар деп. Неужели осының барлығы камераға түскен жоқ ол? Барлығы камерада бар. Қазір осы тұста әңгімемізді бөліп Әлиханның өзінің не дегенін естейікші. Экранға назар аударыңыздар. Қазір 13 жастағы Әлиханның жағдайы бір қалыпты. Әдеттегідей сабағына барып жүр. Дегенмен сол күнгі оқиғаны есіне алса, мазасызданып, өзін қоярға жер таппайды. Мен сабаққа келдім. Мұғалім менен үй тапсырмасын сұрады. Үй тапсырмасын айтып жатқанымда бір қате табылды. Осыдан кейін мұғалім маған дауыс көтере бастады. Сен тупойсың, бақылау жұмысында саған 2 қоямын. Сосын сені мектептен қуып жібереді деді. Мен не істеп қойғанымды білмеймін. Ол кісі үнемі маған ғана ұрса береді. Осы оқиғадан кейін Әлихан мектепте отырсам опақ, тұрсам сопақ болдым дейді. Сыныптастарының әжуалаған өз алдына өзге ұстаздардың да жөнсіз ұрысуы жиілеген көрінеді. Бір қатар сыныптастарым өзгеріп кетті. Намысыма тиетін сөздер айтады. Барлығы емес әрине, бір қатары. Оларға менімен араласқан қызықсыз сияқты. Сынып жетекшімнің қарым қатынасы тіптен нашарлап кетті. Бұрын мүлдем ұрыспайтын, қазір дауыс көтеретінді шығарды. Міне Әлиханның айтып жатқаны осы. Жанар, егер сіздің балаңызды біреу тупойсың деп ұрысса, не істер едіңіз? Бізде де болды ондай жағдайлар. Мұғалімдер сондай сөздер айтатын. Оны бүкіл көзінше, бүкіл сыныптастардың көзінше, үлкен бала ғой ол, жігітті ол андай сөздермен, мысалы, қыздардың көзінше сондай сөздер айтып тұрғаннан кейін любой балаға тиеді. Ол өтірік айтпайды бұл бала. Өйткені кластастары бар, басқалар бар, бәрі көріп тұр, бәрі свидетель. Значит, шынымен солай болған нәрсе болып тұр. Мен шағымда мен өзімнің жетекшім... Сыздар дауыс көтеріп айтқан беді, сөйлеген беді? Сынып жетекшім, мысалы, кеп ұрсатын болса, мен әкемнің сынып жетекшісі болған. Мен сынып жетекшім, әкем сынып жетекшісі болған. Бірдеңе болса, мұғаліммен қосып, мұғаліммен бір тая жейтін. Үйге келіп, әкемнен тая жейтін. Керектесін да директорлеріне тая жеген кездерім болды. Оны үйге айтпаймын мен. Ол мұғалімдер, мысалы, ұрсын, бізге жаман болсын деп айтпайды ол. Сол кісілердің арқасында үлкен рахметімізді айтамын сол мұғалімдерге, мысалы. Құрметіміз шексіз еді, қазір құрмет институты былайша айтқанда төмендеп кеткен демексіз ғой. Қазір мысалы мұғалім керісінше оқушыдан қорқады. Ал біз бұрындары
мұғалім көрсек айналып қашатынбыз. Жоқ, сол жағдайдан кейін ғой осындай жағдай болып тұрған. Бала талып қалды. Ол әр адамның психологиясы. Психолог ретінде не айтар едіңіз? Бұл жерде негізі сіздер бір нәрсені байқамай тұрсыздар. Бала осы ұрысты естігенге дейін де стресстік жағдайда жүрген. Өйткені оның уже достарымен де қарым-қатынасы бұзылғандығы бар екендігі. Бұл жерде баланың дамуында екі даму жүреді. Интеллектуалдық, физиологиялық даму, яғни психологиялық, физиологиялық. Психологиялық дамуда ең бастысы баланы өзінің ортасында өзінің орнын табу болады. Балада ол нәрсе жоқ. Екінші тарап, бұл жақтан мұғалімдердің оны байқамағандығы, яғни топқа қосу деген сияқты мектеп психологтардың жұмысы онда жүргізілмеген. Сондықтан да бала құлады осы ұрыстың себебінен, кесірінен деген нәрседе болмайды. Жарайды, қазір осы тұста онда Алиханның анасын студиямызға шақырсақ, Динара ханым, Шымкенттен арнайы келіп отыр бүгін. Динара, сәлеметсіз бе? Добрый вечер. Бірден Алихан туралы сұрайық, ұстаздардың оған деген көңілі. Замечаю за ним, да, он немножко другой стал, он очень плохо засыпает ночью, испуганно просыпается, а так в остальном нету проблем. Осындай дау көтеруге не себеп болды? Сол 28-ші ақпанға қайта оралатын болсақ. Сіз балаңыздың осындай жағдайда екендігін қайдан білдіңіз? Я утром, как обычно, мы делаем занятия, я делаю вместе с детьми, помогаю. Отправила в 2 часа абсолютно здорового ребенка в школу. Да, в обед он учится. В 3:30 после 2-го урока казахского языка звонит мне ребенок в слезах, говорит, что учительница его на него сильно кричала, унижала. Я тут же позвонила классному руководителю, попросила успокоить ребенка, поговорить с учителем казахского языка, что случилось, выяснить. Дальше осталась дома спокойно. Через час мне уже начали звонить посторонние родители, говорить, что мой ребенок находится в столовой, ему плохо, он задыхается, не имеет руки, говорит, срочно приедьте в школу. Я опять позвонила классному руководителю, вы до сих пор не успокоили ребенка. Она говорит, мне было некогда, у меня подряд были уроки. Я приехала в школу. Ребенка уже родительница отвела в медпункт. Он сидел один. Рядом за соседним столиком сидел психолог. Ребенок всего трясло. Руки, ноги онемели у него. Он испугался, очень начал плакать. Мама, что со мной происходит? Говорит. Я испугалась, честно. Я подумала, что ребенок у меня умирает. Не было рядом больше никого. Ни медсестры, ни врача, ни учителя. Тогда я вызвала скорую. Сонда жедел жәрдемді сіз өзіңіз шақырып отырсыз ғой? Да, 103 я позвонила. Бізге мұғалімнің құқық қорғаушысы қазір студиямызға келіп отыр. Ол кісінің айтуынша, бала өз аяғымен мектептен шыққан. Растайсыз ба соны? Нет. Вот эту фотографию сделала я, потому что я знаю, что завтра я это не докажу, что это было на самом деле. Поэтому я, когда вот ребенка уже забирали, я быстренько один раз щелкнула. А эту фотографию мне... Ағамыздың тағы да айтуынша, мынау қара қап, ол өліктер таситын қап екен. Солай ма аға? Мына жағдай инсценировканы кім ойлап тапты болсын? В таком состоянии, я даже не знаю, вот ребенка моего забирали, это приехали со скорой, врачи, фельдшер был. Я тогда не обратила даже внимания, какие должны быть носилки. Моему ребенку было плохо, это позвали с соседнего кабинета учителя труда. Он помогал. Осы суретте есінен танып жатыр ма бала қазір? Это да, вот он не может не разговаривать, его руки, ноги онемели у него, он не мог ходить. Его положили, ноги чуть у него там были выше, потому что мы сняли обувь, массировали, чтобы было кровообращение. Руки мы ему все массировали, были другие учителя в этот момент рядом. Ешқандай да инсценировка емес, бұл жағдайда егер қолын сезбей жатса, жағы қарсы батса, ол баланы өз аяғымен ешқандай ақымақ та апармайды. Оны солай жатқызып, сайрап тұрса да оны жатқызып апару керек. Ана баланы осылай жатқызды, осылай қылды, бұны суретті түсірген бұл кісі емес деді. Әкесі түсірді деді. Әкесі де болды деді. Әкесі дүрекей көрсетіп, мінезін көрсетіп, бәрін қорқытып қойған сол жерде. Мен сендерді үйтем, мен сендерді бүйтем деп. Дәрігер ретінде айтыңызшы, ол психологиялық стресс болуы мүмкін бе, жоқ? Әбден мүмкін, жаңағыдай жағдай баланың жүрегінде, жаңағы айтып жатыр ғой, жүрегінде бұрыннан ақауы болса болады. Сосын кейін ана қан несі гемоглобин
анемия дейді ғой, сонысы төмен балаларда да болады. Жаңағыдай қатты долданған кезде, не қатты ашуланған кезде қан тамырлары қысылып қалып, сондай жағдайлар болуы мүмкін. Динара, жалпы Алиханның денсаулығы жөнінде айтып беріңізші. Мінекей маманымыз айтып жатыр, гемоглобинін тексердіңіздер ме деп. Ішкі жүктілік кезінде қалай жүрді, өз уақытымен туылған бала ма, дамуы қалай? Я тоже хотела вот ответить вам, что ребенок абсолютно здоровый. У него нету никаких врожденных болезней, не приобретенных после. Ребенок у меня занимается спортом. Уже 2 года боксом занимается. Он постоянно ездит на соревнования, у него постоянно проходит медосмотр. В тот день, когда нас повезли в больницу на Асаре, взяли у него общий анализ крови. Там показал, что гемоглобин у нас 141. Анемии у нас нету. Ребенок у нас не болел абсолютно. Қарым-қатынасы жақсы ма басқа балалармен? Он у меня очень, знаете, общительный, очень общительный, коммуникабельный. Он жизнерадостный ребенок. У него весь класс это его друзья. Алиханның жасы қазір 13-те ғой, 13 жас. 12,5. Кезең деп айтамыз. Осының бір салдары болуы мүмкін бе? Әбден мүмкін. Гормоналдық өзгерістердің кезінде қан тамырымыз кеңеюдің орнына наоборот қысылуы мүмкін. Наоборот қысылатын жерде наоборот кеңейіп кетуі мүмкін. Вегетососудистая дистония дейді. Гормондық әсердің болуы әбден мүмкін. Мен анасына бір сұрақ қойғым келеді. Осы уақытқа дейін балаңыз сізге шағым айтты ма? Мектепке байланысты, ортасындағы достарына байланысты, немесе мұғалімге байланысты. Және барлық историясын сізге айтып бере ма? Мектепте не болғанын, қалай болғанын? Да, он мне жаловался на этого преподавателя. Со 2-й четверти у них поменялся преподаватель, пришла именно Нурсулу Тураровна. Он мне приходил и постоянно жаловался. Я не хочу идти на казахский язык, мама. Она без конца именно меня, говорит, дергает. Неге? Не себепті жақпай қалды деп ойлайсыз? Вот я не знаю. Я говорю, Алихан, ну если она проверяет домашнее задание, зато она видит, что ты его делаешь. Я его вот подбадривала и отправляла дальше на уроки. Зато она видит, что ты занимаешься. Все будет хорошо. Нұрбек ағадан сұрайық, Нұрсұлу апай сізге не деді? Бір жақтырмау дегені болды ма? Бұл балаға Алихан туралы не айтады? Алихан туралы, бала туралы ештеңе жамандық айтпайды. Бала как обычный дейді. Именно вот сол күні осындай ахуал болады деген ешкім білген жоқ дейді. Ол обычный жұмыс күн болған дейді. Я просто считаю так, что она не имеет морального права Хорошо, просто быть преподавателем. Шара қолдандыңыз ба барып? Мұғалімнің өзімен сөйлесуіңіз керек еді ғой, неге барып сөйлеспедіңіз? Осындай балам осылай деп жатыр. Я не пошла сразу с ней разговаривать. Почему? Неге? Она сказала, что ребенок очень способный. И я ему сказала только то, что ты мог бы лучше заниматься. Это она так говорит. Ал шын мәнінде сонда не болған сіздің ойыңызша? Это он сделал одну ошибку в домашнем задании. Қандай қате? В домашнем задании он даже не понял, что произошло, потому что он попросили прочитать домашнее задание, он начал читать его. И она начала кричать, что вот здесь вот такая у тебя ошибка, что ты тупой. Говорить ему, что завтра будет суммативка, контрольная работа, я тебе поставлю 2. Она уже заранее ему это сказала. Я не знаю, как она это поняла. Сіз өзіңіз мысалы балаңызға үйде сондай қателіктер жіберсе қатты ұстайтын шығарсыздар мүмкін. Өзіңіз ұстасыз ба үйіңізде? Үйде сондай любой жіберген қателігі сізге уже трагедия болып баланы қатты тәрбиелейсіз ба? Нету такого. Осы оқиғадан кейін мектеп басшылығы сыныпта анонимді тест өткізіп, мұғалімге қатысты жаға ұстатарлық жайтты анықтаған. Тестілеу нәтижесін шағын жарнамадан кейін білетін боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Әкесі психологқа диктовать еткен. Можно я сейчас вот на секундочку, да? Про моего мужа можно ничего не говорить? Мама настояла на госпитализации, врачи не хотели его Настояла или вы рекомендовали? Шымкенттен оқытушы мен оқушы арасында жанжал шықты. 6-шы сынып оқушысы Алиханның айтуынша қазақ тілі пәнінің мұғалімі үй тапсырмасын дұрыс орындамағаны үшін намысына тиетін ауыр сөздер айтып, қатты ұрысқан. Осының салдарынан баланың жүйкесі сыр беріп, ол ауруханадан бір-ақ шыққан. Алайда ұстаз мұның жалған екендігін айтып отыр. Бұл астарлы ақиқат ток-шоуы. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Қымбатты сарапшылар, осы тұста қазір әңгімемізді бөлейік. Нұрсұлу апай жөнінде басқа оқушылар не деп ойлайды екен? Мектепте арнайы тесттің өткені белгілі. Сол жөнінде келесі ақпарат. Анонимді түрде өткен тест. Білім басқармасы осы шудан соң арнайы топ құрып, аталмыш сыныптан анонимді тест алған.
Тест жауаптарына қарасақ, оқушылардың 70%-ы қазақ тілі пәнінің мұғалімі Нұрсұлу апайдан қатты қорқады екен. Әлеуметтік желіде де қызу талқы. Пікір жазғандардың көбі Алиханның ата-анасын жақтап, ұстазды сынап жатыр. Менің балаларым да осы мұғалімнің үнемі ұрсатын айтады. Сыныпта да дәлізде де қабағынан қар жауып айқайлап жүреді. Қазір мен де анамын, осы мектепте оқығанмын. Нұрсұлу Тұрарқызы менің сынып жетекшім болған. Ол кісі көпшіліктің алдында кемсіткенді жақсы көретін. Ақыр соңында бұл мектептен ауысып кеттім. Оған өкінбеймін. Мұндай адамдар білім бермеу керек. Сен Нұрсұлу Тұрарқызының қандай екенін ұмытып қалған сияқтысың ғой. Оның айғайынан үнемі ауырып қалатынмын. Құдайға шүкір, бала аман қалыпты. Қыдырбек мырза, балалардың 70%-ы ұстаздан қорқамыз деп жауап беріпті. Бұл жерде мен айтайын, жаңағы әкесі болған, Гарановдан болған, тест өткізгенде. Әкесі психологқа диктовать еткен қандай сұрақтарды. Стандартный сұрақтар болмаған. 7 сұрақты именно 7-ін қабылдамай 4-ін осы жайға байланысты психологқа тұрып диктовать етіп, әкесі тұрып алған. Осын жазасын деп. Динара, мойындайсыз ба, растайсыз ба? Сосын тоқтаңыз, мен тыңдаваңызшы. Ана жерде бүкіл класс болмаған. Бір кішкене ғана группа. Класс болған жоқ. Қанша адам болған? Где-то бір 7-8 адам ба сондай болған. Үйті балдар шатасқан жауап бергенде. Динара, не деп жауап бере аласыз? Айтыңызшы. Күйеуіңіз жолдасыңыз болды ғой сол жерде составить еткенде. Можно я сейчас вот на секундочку, да? Про моего мужа можно ничего не говорить? Мы с мужем... Күйеуіңіз бар болатын болса, сол жерге қатысқан болатын болса, қалай мен ол туралы айта алмаймын? Мы с мужем 3 года как разведены. Мы с ним не живем. Бір ғана сауал, күйеуіңіз қатысты ма, қатыспады ма? Я жоқ. Я не знаю. Білмеймін дейсіз. Его не было, когда я была в больнице. Сіз өзіңіздің Инстаграм желісінде осы мұғалім туралы пікір жинадыңыз. Бұл сіздің парақшаңыздан алынған ақпарат. 99%-ы жаман деп жазған, қорқытады деп. Жағымды пікірлер мүлдем кездеспеді, мен қарап шықтым мұқият. Осы тұста енді мен бәріміз қолданушылармыз ғой әлеуметтік желінің. Сізге қоятын сауалым, бәлкім сіз өзіңіз жағымды пікірлерді былай өшіріп тастап отырған жоқсыз ба? Нет. Это вообще опубликовала не я. Я написала только, как было на самом деле. Қыдырбек мырза, сонымен қайтадан тестке оралатын болсақ, сіз бұл жауаптарды қабылдамайсыз ғой. 70% қорқады дегеннің барлығы жалған деп білесіз. Ол жалған істелген, әкесінің бұл жерде прямой қатынасы бар. Әкесі кім сонда? Бұл кісі полиция қызметкері. Әл-Фараби ауданында жетекші қызметкер болып істейді. Бұл кісі де арызданып жазған кезінде, арызын тексермей жатып, бірден істі қозғап, соны давить етеді ана кісіге, давление жасайды. Медиация келеді, айтады, сен соттаймыз, сені үйтеміз деп. Нұрсұлу Тұрарқызының қашып жүрген содан. Ешкіммен сөйлескісі келмейді. Динара, растайсыз ба? Нет, это абсолютно неправда. Я писала заявление, когда приехала я в больницу. Сначала милиция приехала в школу. Жалпы бұл іске сіздің күйеуіңіз араласып жатқан жоқ дейсіз бе? Нет. Ал баланың тәрбиесіне, балаға жалпы қарай ма ол? Кісі ол біле ме осындай жағдай болып жатқан? Да, знает он. Қымбат көрермендер, қазір нақтылық енгізу үшін 28 ақпан күні Алиханның жанында болған куәгерлер бар екен. Сол кісілердің не дегенін тыңдайықшы. Экранға назар аударыңыздар. Ұстаздың ұрысынан кейін жағдайы күрт нашарлаған 6-шы сынып оқушысы тағы бір сабаққа қатысқан. Тек соңына дейін қалуға мұршасы болмапты. Бір қызығы, баланың мазасызданып отырған байқаған орыс тілі пәнінің мұғалімі оны дәрігерге емес, асханаға аттандырған. Ол жерде жасөспірімнің ауруы асқынып, тіпті қолын көтеруге шамасы келмей қалыпты. Мұны осындағы өзге ата-аналар көрген. Он не смог взять стакан. Баланың жағдайы өте нашар болатын. Ол алдындағы шайды алып іше алмады. Себебі қолдары дірілдеп тұрды. Мен олардың жанында отырдым. Бала өз-өзіне келе алмады. Сосын оған су іш, бетіңді жу, өзіңді бас деп кеңес бердім. Осылай 10-15 минут отырдық. Бірақ баланың жағдайы жақсармады. Сосын ата-анасының телефонын алып, хабарласып түсіндіріп айттым. Баланы тыныштандырмақ болып құшағыма қысқанымда, оның бүкіл денесі дірілдеп тұрды.
Динара, осы ханымды танисыз ғой, осы кісі ғой, Это сізге она мне телефон позвонила, шалған. да. Я ее не знаю, она мне позвонила с какого-то номера. Вот, говорит, здравствуйте, вы мама Алихана? Я говорю, да. Она говорит, придите, вашему ребенку плохо. Түсінікті, ұстаздар балаңызды дәрігерлерге емес, асханаға жіберді. Тұста қоятын сауал, таңертең тамақтандырып жібердіңіз бе балаңызды? Да, обязательно. Утром они завтракают, потом ближе в час обедают, и я их отвожу в школу. Тамағы тоқ болып кеткеніне сіз 100% сенімдісіз ғой. И плюс я даю деньги. Қарның аш болып тұрса да сондай болуы мүмкін ғой. И плюс я даю деньги им, чтобы они могли еще перекусить до вечера. Асханасына барып. Ондай болса, нақтылық енгізу үшін студиямызға Шымкенттегі нөмірі 1-ші мектептің психологы Наталья Полонецті шақырсақ. Наталья ханым. Наталья, сәлеметсіз бе? Нұрсұлу апайымызды сіз танисыз ба? Я. Ол апайға қандай сипаттама бере аласыз? Шын мәнінде дөрекі сөйлеп, сен тупойсың деп айтуы мүмкін бе? Нурсула Апай – это очень требовательный учитель. Это учитель, который готовит детей на ЕНТ по казахскому языку. И эти ученики занимают большие баллы. При этом она очень строгий. Но все дети, которые не знают казахский язык, на ее уроках начинают говорить на казахском языке. При этом она очень грамотный учитель. И человек она с большой буквы. Потому что это завуч. Жарайды. Алиханды білесіз бе? Я. Алихан туралы қандай пікірдесіз? Алихан – это очень светлый мальчик, он очень активный. Это лидер в классе, к нему все прислушиваются. Он дружит со всем классом, и все ребята обращаются к нему. Екі тарапта жақсы адамдар бола тұрса, онда неге осындай дау болып тұр қазір, сіздің ойыңыз? Это очень сложно сказать, потому что Алихан старательный мальчик, и он действительно занимается и старается. Динара, сіздің пікіріңше сөзіңізді бөлейін. Апай қателік жасағанын айтпау керек педі, сонда сіздің ойыңызша? Нет. Сыпайы түрде айту керек педі? Она должна была сделать замечание, ну, как-то корректно, не так, не криками и не унижением при всем классе. Унижение деп айтып тұрсыз. Нақты айтыңызшы, сонда не деген? Біз тек қана бір сөзді естіп тұрмыз, тупой деген. Одан да бөліп тағы да бір нәрсені айтқан ба? Она... Сейчас у меня сейчас ребенок боится ходить в школу. У меня сейчас ребенок боится ходить в школу. Я сейчас думаю даже перевести его в другую школу. Наталья, сізге белгілі ме, сол күні не болған? Сіз психологсыз ғой. Я была как раз с Алиханом в это время, когда приехала мама. Мы были вместе в медпункте, и я сама помогала ему. Демек, ол сап-сау отырды ма? Да, я сидела рядом с ним. Ол сау болды ма? Жоқ, есінен танды деп жатырмыз. Он был в сознании. Он понимал, что происходит. Мы ждали маму, он уже успокоился. Бізге қазір ғана куәгерлеріміз айтып жатыр. Асханада отырған кезде аяқ қолы дірілдеп, өзі қалтырап отырды деп. Соны растайсыз ба? Нет, он по видеокамерам наблюдения мы просмотрели. В столовой мальчик не был один. Он зашел, там был учитель физкультуры. Нет, когда вы сидели, у него тремор был в руках, он мог самостоятельно попить воду. Он когда говорил, четко говорил или у него голос? Он говорил четко, он мог воду попить, потому что со столовой принесли горячий чай с сладким этим пирожным. Он сидел, когда мама зашла, ребенок стоял, мы с ним вместе стояли, делали гимнастические упражнения. Потому что это спазм, он легко снимается. Мама видела меня? Мы с вами вместе массировали руки ребенку. Ну, как да, вы говорите? Потом, потому что у него онемели руки, он начал плакать. Мама, я боюсь, говорит, что со мной происходит. Но вы же присутствовали, почему вы говорите сейчас, что он был в нормальном состоянии? Вы зашли, он стоял, потому что он был уже Он сидел на кушетке, вы сидели за соседним столом. Мектептен өз аяғымен шықты ма? Біз қазір көріп тұрмыз. Мама настояла на госпитализации, врачи не хотели его госпитализировать. Настояла или вы рекомендовали? Нет, она настояла. Они не хотели его везти в больницу, потому что... Можно было и обойтись без... Да, ему бы сделали успокаивающий укол. Психолог же не врач, почему вы так судите? Вот мама права, вот я маме хочу сказать, во-первых, вы не нервничайте, в этой войне вы проиграете по-любому. Почему? Потому что сейчас коллектив, они будут друг друга защищать. Ваш сын по-любому будет неправ. Я поэтому хочу, чтобы меня услышали. Я вам рекомендую, смените школу, найдите, не все школы плохие. Есть какие-то школы хорошие. Рахмет, сіз бұдан жеңілес 100% беремін сізге. Динара бүгін студиямызға жалғыз өзі келген жоқ. Сізбен бірге әділдікті іздеп келген Айтбай Жұмағұлов мырзаны студиямызға шақырсақ. Төрлетіңіз. Ассалаумалейкум. Сіз Алиханға кім боласыз? Мен Динараның ағасы болып келем. Немере ағасы.
Динараның жалған сөйлеуі мүмкін бе? Осының бәрін ойдан шығарып отыруы мүмкін бе? Жалған сөйлеуі мүмкін емес. Мен саған сізге сұрағым, әлі менен кіші шығарсың. Сен осы қызметіңе қаншаға жалдандың? Мен? Қаншаға жалдандың? Мен тегін істеп отырмын. Арасында сен де болған жоқсың, мен де болғаным жоқ. Басқа адамдар да болған жоқ. Сен келіп, 10 күнден кейін ақша берем дегеннен келіп, ана мейттің несіне салыпты, андақ қылыпты, мұндақ қылыпты, сол әңгіме ме? Жоқ, сіз мені тыңдамаңыз. Қаттырақ айт. Мені тыңдамаңыз деймін. Ал, тыңдан. Мен оны айыптап отқан жоқ, мен көргенімді айтып отырмын. Жаңа айтып отыр ғой, ол қапты былай да алып келеді. Сіздің қаптан басқа дәлеліңіз бар ма? Қаптан басқа дәлелім. Дәлел, соның басқа дәлелің бар ма сен? Қап жарайды ол. Ол құрал зат қана бір ғана. Басқа дәлеліңіз бар ма? Барлығы камераға түсті дедіңіз ғой сіз. Камераға түсті, мектепте камера бар, барлығы камераға түскен деген. Бейне жазба бар. Бейне жазба бар ма солар? Ол бар. Бірақ бейне жазбада аудио дыбыс жоқ қой. Аудио дыбыс жоқ. Солай ма? Динара, сіз көрдіңіз бе ол видеоны? Одан кейінге айтасың, жаңағы жолдасы, бұрынғы жолдасы милицияда істегенде, ішкі істер істеген. Кім жұмыс істемейді істеді, да, біраз жыл отасты. Ол жігіттен 3 бала көрді, Құдайдың берген. Сондықтан сен алған ақшаңды қайтып өткіз ертең барғасын. Қараңыз. Бұл кісі Динара. Ол бәрі сенен қайтып сұрап алар, потому что сен дұрыс қорғап отқан жоқсың, өйткені айтып отқаның бәрі өтірік. Мен сізге айтайын, мен өтірік айтып отқан жоқпын. Динара анау Инстаграмға салған кезінде текст мұғалім жаман, осылай болу керек, сендер жақтаушылар, сендерді сотқа береміз деп жазған. Бұл Алиханның қатысуымен болған бірінші оқиға емес. Бастауыш сыныпта оқып жүргенде де осындай жағдай болыпты. Өміріне қауіп төнгендіктен мұғалім Ресейге қашып кетуге мәжбүр болған. Ол туралы жарнамадан кейін толығырақ айтатын боламыз. Жүздескенше. Она не имеет никакого морального права преподавать такой преподаватель. Алихан, Нұрсұлу апайыңды кешіресің бе? Что какой-то из меня там один раз издался, она орет на меня. Бәле тілден ұстаздың ұрысқанын көтере алмаған оқушының денсаулығы сыр беріп аурухана төсегіне таңылды. Мұғалім шәкіртім жазықсыз жала жауып жатыр десе, ата-ана үй тапсырмасын ұрысып үйрететін ұстаз жұмысынан қуылсын дейді. Эфирде астарлы ақиқат, біз жалғастырамыз. Алихан бұрын соңды құлаған бет талып осылай. Нет, никогда не было такого, да. Ешқашан болмаған. Жарайды, қазір экранға назар аударыңызшы. Экранда көрсетуіңізді сұраймын. Сіз осы бір әйелді танисыз ба, Динара? Да. Бұл кім? В начальных классах она была преподавательница у моего сына, у Алихана. Есімін білесіз бе? Да, Наталья Юрьевна. Осы кісімен қалай қарым-қатынастарыңыз? Тату тәтті ме? Жоқ әлде басқаша ма? Она так, в 1 классе у нас был другой преподаватель, во 2 классе. Она в 3 к нам пришла. У нас уволился классный руководитель. Ресейге қазір көшіп кетіпті, білесіз бе? Да, кажется, я не знаю. Не себепті екенін білмейсіз бе? Не знаю. Белгісіз, Сіздің біз Наталья Бирюковамен байланысқа шыққан болатынбыз. Замечание было Бұл сделано. екінші сабақта болған оқиға. Балаға сол екінші сабақта ескерту жасағанмын. Ал ол болса 4-ші сабақта ата-анасына шағымданған. Сол күні маған әкесі келді. Жұмыс уақытында арнайы формамен сені қамаймын, түбіңе жетемін, керек болса мұнда жұмыс істетпеймін деді. Балалардың көзінше қоқан-лоқа жасады. 2-ші сыныптың оқушылары қатты қорқып қалды. Күйеуіңіз қорқытуы мүмкін бе? Причем тут Бирюкова? Наталья Бирюкованың айтуынша, сіздің балаңыз бастауыш сыныпта тап осындай жағдаймен есінен танған екен. Одан кейін отбасыңызда сіздің күйеуіңіз осындай шатақ шығарып, тапаншаны тіреген екен. Одан кейін осыдан қорыққаннан қазір Ресейге қашып кеттім деп жатыр. Хорошо, давайте я вот так расскажу, как это было на самом деле с этой учительницей. Мой сын старший, когда учился в начальных классах, преподавала она, была классным руководителем. Алихан емес? Не Алихан, это был Арман. Она была классным руководителем. Это было, получается, сколько? Сейчас он в 8 классе учится у меня сын. Плачет о том, что учительница его ударила. Я приехала в школу. Тогда я не поднимала этот вопрос. Мы решили это все в стенах школы. Ударила она его по голове за то, что он медленно читал. Я приехала в школу, тогда у нас школа была на ремонте, они были в другой школе, в 14-й. Тапаншамен қорқытқан рас па күйеуіңізді? Нет.
Тогда мы это все решили там, в стенах школах. Нас попросили просто, простите нас, тогда стоял зауч, директор, мы в кабинете все собрались, учитель был. Простите, извините, я, ошиблась, погорячилась, ударила. Мектеп басшылығы да өтірік сөйлеп жатыр дейсіз бе? Да. Наталья, сіз өзіңіз психолог мамансыз. Нұрсұлу апайдың психологиялық жағдайын сипаттап беріңізші, қандай өзі? Мінезі жағынан, оның бала шағасы бар ма, отбасы қандай? Нет у нее семьи, детей нет у нее. У нее есть ребенок, она воспитывает ребенка. Бір баласы бар ма? Я бы хотела просто дать ее психологический портрет. Еще раз повторюсь, это человек-завуч, который работает очень долгое время в школе, и к ней приходят и родители, и учителя, и относятся к ней не просто как к завучу или работнику школы. Жаңағы балдармен деп келмей қалған себептері сол балдардан қорқып. Ол кісінің 2 баласы бар. Балалары дейсіз бе? Өзінің бір баласы бар тағы да. Бір баласы бар. Жетім көрсе жебей жүр деген жаны жомарт жан демекшісіз ғой сіз. Сондай болып тұр. Бірақ үшеуін жалғыз өзі асырап отыр. Жалғыз өзі асырап отыр. Қиын. Жағдайы қиын. Өзімен санағанда 4 адамды асырау үшін әрине өте аз ақша. Осы тұрғыда бір психологиялық күйзеліске шалдығуы мүмкін бе? Сіз қалай ойлайсыз? Мұғалім эмоционалдық стресстік немесе қажеттілігі қанағаттанбаған жағдайларда жүретін болса, ол әбден эмоциональный срыв болуы мүмкін. Мына жерде айтылған әңгіме бойынша, мысалы, сіздің күйеуіңізді агрессивный адам ретінде көрсетіп жатыр. Бала мүмкін сондай картинаны көрген шығар. Осы уақытқа дейін мүмкін сондай ситуациялардан қатты стресс алатын шығар. Қазір осы мәселе қандай деңгейде болып жатыр? Сіз полицияға шағымдандыңыз. Написала до заявления в полицию. Қозғалды ғой. Да. Сіздің мақсатыңыз? Уволить учителя. Мектептен кетсе болды дейсіз ғой. Басқа неге кетуі керек деп ойлайсыз? Но она не имеет никакого морального права преподавать, такой преподаватель. Учить детей. Вы даете мне вот письмо, что по вашему заявлению, приказом 93-м мы объявляем строгий выговор учителю. За что? Если она такая у вас хорошая, пушистая. Общественный резонанс, наверное, сделали, из-за этого обычно дают наказание. Біраз уақыттан кейін біз Алиханның өзін студиямызға шақыратын боламыз. Бірақ Алихан шықпай тұрып, мен тағы да сіздердің пікірлеріңізді естігім келіп тұр. Бұл дауда сіздердің ойыңызша кім кінәлі? Ұстазды жақтауымыз керек пе? Жоқ әлде Динараның жасап жатқан әрекеті Алихан дұрыс па? Мысалы үшін, егер балаға заңнан тыс, болмаса ережеден тыс мұғалімнің іс әрекеттері баланың мысалы үшін ауруына себеп болып жатса, оған әрине бір реакция жасау керек. Енді бұл кісі жаңағыдай мектептен, жаңағыдай әкімшілігінен, директорінен сонда ешқандай бір амал шара жоқ болып жатса, ол қайда бару керек? Мысалы, әр қайсымыз бір ұжымда жасаймыз. Сіз де бір ұжымда жасайсыз. Мысалы үшін, сіздің әріптесіңізге біреу жаңағыдай сондай наразылық білдіріп жатса, бірге жұмыс істегеннен кейін ол психологиялық тұрғыда әрине сіз өзіңіздің әріптесіңізге жақтаса кетесіз. Первый ата-ана емес қой, который қарсы шығып тұрған. Айтып тұр, бірінші случай, мы замяли, потому что менен кешірім сұрады, шаққа шығармай ақ қояйық, ары қарай ешкім білмей ақ қойсын дегеннен кейін, бәрі кешірдім деп тұр. Екінші жағдай болғаннан кейін общественностьқа шықтым, бәрі көрсін, өйткені так дела не пойдут деген сияқты. Өйткені әр ата-анаға солай. Енді мен бұл жерде заң жүзінен қарасақ, әр адам жаңағы өз жағын дәлелдеу керек, айтқан сөзін, жаңа анау кісі айтып жатыр, мұғалімдер бір-бірін жақтайды деп. Бірақ бұл жерде жақтаудан бұрын ол тупой деп енді айтқан, білмеймін, енді айтпады, бірақ мұғалім жаман болсын деп айтпайды ғой. Егер бәрібір болса, ол айтады. Оған бәрібір болса, үндемейді даже. Мысалы, балаға енді сабақ болсын деп айтатын шығар. Және де жаңағы ескеру керек қой, 3 баласы бар дейді, жаңағы жұмыстан алып тастау керек дейді. Ертең ол кісі қалай, жаңағы 3 баланың да жаңағы мүдделерін жаңағы біз қарастыру керекпіз ғой. Жаңағы кісінің жұмыстан алып тастаса 3 бала, жаңағы 2 асыранды бала бар деп жатыр. Олар да қараусыз қалады. Сол себептен бұл жерде жаңағы келісіммен кешірімді болу керек деп ойлаймын енді. Еркін мырза, сіз не отасыз оны мектептен шығарғанда? Мұғалімді мектептен шығарамын дейсіз да? Мақсатыңыз сол болып отыр. Не отасыз? Пусть будет наказание для учителя. Почему? Басқа да мұғалім бір қаталдау мұғалім келеді деп чтобы она других детей не довела до такого состояния. Басқа да қаталдау мұғалім келеді деп ойламайсыз ба? Тупойдан да басқа хуже сөздер естиді деп ойламайсыз ба? А что надо ждать, когда ребенок что-то с ним случится, с ребенком? Сіздің пікіріңіз сіз мұғалім кезінде оқушы болдыңыз. Бізде бұндай сөздер естісіз. Бізге кішкене білім, кішкене алғары талпынса деп айтылды ғой бұл сөздер. Хорошо, как должна себя было повести?
Не істеу керек, я? Жоқ, Как мына это жерде, себя повести? екі қате бар да. Баян ханым, егер, кешіріңіз, егер сіздің балаңыз осылай ауруханадан бірақ шықса, сіз мектепке жібересіз, ал ол ауруханадан бірақ шықса, Сказать сонда сіз не правильно все, істейсіз? да, и дальше Енді ол учись. мұғалімдермен барып, қай жерде біз жібердік, мынау неге деп түсініп бір-бір табуға тырысу керек қой. Менің ойымда, тап осы жағдайда мектептің мұғалімі кінәлі. Ал сіздің өз туысыңыз жағынан кінә бар, ана тәрбие жағынан жіберген кінәсі бар деп ойламайсыз ба? Қымбатты қонақтарымыз, ұмытпаңыздар, иә, сіздердің сөздеріңізді миллиондаған адамдар тыңдап отыр. Демек, сіздер былайша айтқанда қоғамдық пікірді қалыптастырушыларсыздар. Сондықтан да осы бір жауапкершілік жөнінде ұмытпасақ. Динара, егер шын айтқан кезде мен бүгін Нұрсұлу ханым осы студияға келеді, сіздер бір-бірлеріңізді естисіздер, жан айқайларыңызды жеткізесіздер деген үлкен үмітім болған еді. Сіздер бәлкім мәселені сотқа жеткізбей, осы жерде шешесіздер деген үлкен үмітім болды. Бірақ неге екені маған белгісіз. Нұрсұлу ханым тап кеше ғана студияға келмейтіндігін айтты. Егер Шымкентке оралған кезіңізде Алиханға барып, сізге барып, кешірім сұраса, кешіресіз бе? Нет. Егер балаңыз айтса ше, анам, мен апайымды кешірдім. Он слышит ее имя, ему уже плохо становится. Не то, что видеть учителя. Қазір шағын жарнамадан кейін мектептен бала кете ме, әлде ұстаз кете ме? Осыны білетін боламыз. Ондай болса, қазір Алиханды студияға шақырсақ, сіздің рұқсатыңызбен. Алихан, бізге медальдарыңды көтеріп келіпсің ғой. Ең алдымен онда әңгімемізді сол бір ерекше медальдарыңнан бастайық екеуміз. Қанша медаль бар мұнда? Санайық шкәнке екеуміз. Айта ғой. Қараңдар, 1, 2, Чем занимаешься, Алихан? Бокс. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 медалі бар екен. 4 дома остались. Кім болғың келеді жалпы? Кардиохирург. Неге? Почему? Аташку вылечить. Атаңды? Не болды? Вылечить. Атаңа не болды? Сердце у меня больное, вылечить. Мақсатыңа жете ғой жаным. Медальдарыңды қайтарайын өзіңе. Қазір мен саған 1-2 сауалды тағы да қояйыншы. 28 ақпанда сен сабаққа бардың. Қазақ тілі сабағын өзің ұнатасың ба? Нет. С этой учительницы нет. Орет на меня постоянно. Каждый урок. Не дейді сонда? Что говорит? Орет на меня, если я делаю там неправильно, она орет. Если вообще я ничего не делаю, и там в коридоре какой-то звук был, и она подумает, что это я, и начинает орать на меня. Просто так. Алихан, сен өзінің сұхбатыңда айттың ғой, бір қате жіберіппін деп. Қандай қате жөнінде әңгіме болып жатыр? Там слово неправильно было. Қандай сөз еді ол? Там настоящее, будущее время было. Настоящее, прошедшее, будущее время. И там я неправильно сделала, и одну ошибку сделала, и она начала на меня орать. Саған тупой деп айтты ма? Так говорила. Тағы не деді? Тупой, дурак, там, тебе на контрольный поставлю 2, выгоню со школы, там, говорила. Как ты думаешь, почему это может быть? Честно. Ну, если так подумать. Думаю, наверное, что типа я неправильно себя веду. Ага, неправильно себя ведешь. А как именно, когда она замечания делает такие? Вообще, если неправильно двинусь, она начинает орать сразу сильно на меня. А какие именно движения, вот, например? Я просто говорю, пример, типа, вот, если я неправильно сказал, то орет сразу. Если шум какой-то из меня там один раз издался, она орет на меня. Все, Так. не смотри. Так. Все. Все. Алиханға өте қинамай қояйықшы, мен бір ғана сауалды қоям, бірақ менің ойымша Нұрсұлу апай қатты сол жасағанына өкінеді. Егер сондай дөрекі сөздерді айтқан болса, ол да ана ғой, ол да қатты қайғырып, оның да жүрегі қан жылап отырған болар. Егер саған келіп, балам, кешірші, ары қарай бірге қазақ тілін үйренейік, мен саған қазақ тілін үйретейін, ол сенің ана тілің ғой. Бар ынтамды, күшімді соған салатын боламын, Алихан, кешірші мені десе, кешіресің бе? Нет. Сенің талабың қандай онда?
Чтоб мне другая учительница была. Басқа мұғалім талап етіп жатыр еш. Қазақ тілінен басқа мұғалім келсін дейсің, е? Да. А ее лично простишь, как учительницу? Как человек. Чтобы ей, как человек, ты как мужчина простишь ее? Да. Болды, қымбат көрермендер, сарапшылар, менің басқа қоятын сауалым жоқ. Алихан, саған көп рахмет. Алдағы уақытта өзің айтқандай мықты, білікті кардиохирург бол. Жолың ашық болсын. Сонымен КТК телеарнасы, Астарлы хат бағдарламасы бұл оқиғаның алдағы уақытта қалай өрбейтін мұқият бақылайтын болады. Біздің назарымызда болады. Сондықтан да ақпараттарыңызды міндетті түрде бізге жеткізіп тұруларыңызды сұраймын. Егер біздің тарапымыздан қолдау көмек керек болса, онда біз ашықпыз. Рахмет сіздерге. Білім, алқап, шәкірт дән. Мұғалім бағбан, күтімі дұрыс болмаса, алқап жемісін бермейді. Мектепте татулықтың берекесі кетсе, білімнің де сапасы кетер. Бүгін біз талқыға салған тақырып өзгелерге сабақ болар деп сенеміз. Ұстаздарымыз қадірлі, оқушыларымыз ақылды болсын. Келесі көріскенше.